ешкім де жазып алған жоқпын мен. Қарапайым өз тіліммен айттым. Ол жерге Астананың жартысы жиналған шығар ана жерге шығарып салуға. Көп адам, еще қақаған қыз. Көп адам жиналды. Соған барып, мен мысалға ондай жағдайда қалай жаздым? Маған ешкім сұхбат бермейді, енді андай жұрт жылап жатқан кезде маған сұхбат беріп тұрмаймын ғой. Сондықтан мен сол жердегі не көрдім, соны жаздым. Елорда жұрты қайтыс болған 5 баланы шығарып салды. Ақтық сапарға шығарып салды деп жаздым. Айттым, ақтық сапарда қайтыс болған балалардың үйінен шығарып салды. Елорда халқы жиналды. Қалалық мешіттен имам қатысты. Қалалық әкімдіктен осындай адамдар қатысты. Енді білесің ғой, әкім келіп жатса, біреу келіп жатса қатысты. Осындай. Содан кейін барып жаңағы еске сала кетсек, осыдан 2 күн бұрын Астанада осындай қайтыс болған деген сияқты материал. Сөйтіп бересің. Сондықтан мен сізге айтарым, ондай жағдайда өте этикаға абай болу керек. Кешірім сұрап барып сұрау керек. Тағы бір мысал, жақында мен Астана операда Мария Мудряк деген бар опера әншісі, Қазақстан өте танымал, керемет біздің мақтанышымыз. Қазір ол Италияда тұрады. Әлемнің керемет деген опера театрларына шақырту алады әртүрлі. Ол кісінің өзіміздің мақтанышымыз ғой енді. Опера жасы небәрі 27-те. Ол кісінің бір жылға алдыңғы осы 22-ші жылға жоспары қай жерде қандай концерт өткізіп жоспарланып қойған, ешқандай бос уақыт жоқ. Мақтаныш керемет. Сол кісі кеше 1 желтоқсан президент күніне орай концерт өткізді осы Астанада. Соның концерттен бұрын журналистерге брифинг өткізді. Сол брифингке бардым. Сондайда да, мысалға, сондай жағдайда тағы бір лайфхак, кез келген жағдайға барған кезде кішкене алдын-ала дайындалып бару керек. Интернеттен қарап бару керек. Не сұраймын? Мария, мысалы қазір Мария сұхбат береді. Не сұрауға болады? Жарайды, концерт өтеді деп жазасың. Мария Мудряк Астанада концерт өтеді, бітті. Тағы не істеуге болады? Немесе интернетте қарадым. Егер естеріңізде болса, осы жылдың басында Мария Мудряк Қазақстанға туған жер Павлодар. Павлодарға келген кезде қысты күні мартта ма, апрельде ма аварияға ұшырады. Жол апатына. Қысты күні қар ма, ауа райының қолайсыздығынан аварияға ұшырады. Содан ол оның Инстаграм парақшасына жазды, мен аварияға ұшырадым деп. Оны бүкіл жаңалықтар жазды, Мария Мудряк аварияға ұшырады деп. Сондайларды, мысалға, мен соны сұрадым. Бұл жер, яғни бірінші айтпағым, кез келген жерге барған кезде кішкене түртіп, дайындалып, не ол, мысалға, біреулер бар, Мария Мудряк кім екенін де білмейді. Бірақ журналист. Сондықтан алдына түртіп барған дұрыс. Барған дұрыс. Не сұрауға болады? Түртіп барған. Мысалға, мен сол кезде өзім ойланып бара жаттым, мен мысалға сұрадым. Ол концерт туралы айтып берді, понятно. Оның өлең айтам, концерт 1 сағатқа созылады, жаңа шығармалар орындаймын. Енді мен тілші концерттен де басқа қызықты жайттар сұрамын. Ол танымал адам, ол оқылатын адам. Мен мысалы ол Мария Мудряк қазір айтайын, почти 20 жылда Италияда тұрады. Кішкентай жасынан кеткен, содан Италияда тұрады. Мен мысалға сұрадым, Италияда қазақстандықтар тұра ма? Италияда тұрған қазақстандықтармен араласасыз ба деп. Қызық қой, Миланда тұрады екен ол. Айтты, иә, қазақстандықтар бар деп, араласып тұрамыз деп, жиналып тұрамыз деп. Ондай жағдайда мысалға берілді. Сосын жаңа сол аварияны сұрады. Мысалы, қазір өзіңіз қалай сезінесіз? Ондай жағдайда міндетті түрде ол жерде біріншіден ол жеке жағдай, біреудің аварияға ұшыраған денсаулық жағдайы. Және ол жерде қаншама бақ өкілдері қатысып тұр. Сондықтан ол әлеуметтік желіге немесе жаңалыққа телевидениеге тарап кетуі мүмкін. Сондықтан жаңа этика деп жатырмын ғой. Сондықтан ондай сұрақтарды қоятын кезде міндетті түрде алдымен кешірім сұраңыз. Мен мысалы айттым, извините, можно личный вопрос деп сұрадым. Ол жақсы, какой вопрос деп. Мен айттым, осындай жыл басында сіз аварияға ұшырағаныз, өзіңізді қазір қалай сезінесіз деп. Енді оны сұрайтын себебім өздеріңіз білесіздер ғой, сондай тақырыптар жақсы оқылады. Жаңағы ұшырады, өлді, бүйтті деген. Сондай жағдайда біріншіден дайындалып барған дұрыс, екіншіден ондай мәселелерді кешірім сұрап, этика керек. Тағы сұрақтарыңыз болса? Жалпы болса, егер сұрақтарыңыз болса? Иә, сұрақтар болса, сұрақ қоюға болады. Бізде енді 10 минутта... Рұқсаттарыңыз мен отырайын? Иә, сіз енді отырып... Жас емеспіз сіздер сияқты.